Үйіңізде дәл осындай шанышқымен миксердің насадкасы болса, осы тәттіні міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға сәлем, құрметті арнамның көрермендері. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге ірімшіктен дәл осындай аса қатты тәтті де емес, үлкен кісілерге де, жас балаларға да жұп-жұмсақ болып ұнайтын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін мұқият қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, және де қоңыраушаның белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Себебі келесі видео рецепте құрамы коллагенді және де Д витаминге толы дәл осы деликатестің рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен осындай ірімшігіміздің үстіне қантымызды және де жұмыртқамызды бөлме температурасында жұмсақ болып тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен секілді шанышқымен араластырсаңыздар да болады, немесе қолмен араластырсаңыздар да болады. Біріккенге дейін араластырып аламыз. Енді оның үстіне 15 грамм немесе 1 ас қасық разрыхителді салып, оның үстіне ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды мен секілді осылай аз-аз мөлшерден қосып илейсіздер. Себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі, сондықтан кейбір кезде ұнның мөлшері көбірек, кейбір кезде азырақ қосылуы мүмкін. Мен бірінші сортты ұнды пайдаланып жатырмын. Егер де сіздер жоғарғы сортты ұнды пайдаланатын болсаңыздар, онда кішкене ингредиенттері көбірек кетуі мүмкін. Барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге кіріп қарап көрсеңіздер болады. Мінекей біздің қамырымыздың басы бірікті. Осындай жұп-жұмсақ, қолымызға жабыспайтын, нәзік, әдемі қамыр шығады. Енді бірден печеньенің формасын жасай берсеңіздер болады. Мен алдымен пергамент қағазын және де противендерімді дайындап алу үшін дәл осылай салафанға салып, кішкене тоңазытқышқа қатырып алдым. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, бір бөлігін оқтауымызбен жайып аламыз. Бұл печеньені айраннан жасасаңыздар да болады. Егер де айраннан жасасаңыздар, онда ұнның мөлшері сәл көбірек кетуі мүмкін. Екіге бөліп, бір бөлігін осылай қойып қоямыз да, екінші бөлігін орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта жайып аласыздар. Бұл рецептен өте көп мөлшерде печеньелар шығады. Егер де сіз қонақ күтуге дайындалатын болсаңыздар, дәл осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздердің бір қонақ күтіп алғанға жеткілікті мөлшерде печеньенің рецептісімен бөлісіп отырмын. Сондықтан қонақ дастарханыңызға міндетті түрде дайындап көріңіз. Үлкен кісілерге де, жас балаларға да ұнайды. Себебі өте қатты жұмсақ және қатты тәтті емес, құрамы барлығы анық, өзіңіз қолдан үй жағдайында жасаған печеньелар әрқашанда дәмді болады. Дүкеннің құрамы белгісіз печеньясын алғанша, дәл осылай өзіңіз қолдан жасап көріңіз. Енді печеньеларымыздың формасын шығарамыз. Мен осылай дөңгелек формада жасап жатырмын. 4 бұрышты формада жасасаңыздар да болады. Барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Барлық қамырымызды кесіп алғаннан кейін осылай артық бөліктерін қолымызбен жинап аламыз. Бұл бізде келесі печеньеларға қажет болады. Осылай орап формаға келтіріп қоямыз. Енді печеньеларымызды дәл осылай противенге қойып пісіріп алсаңыздар да болады. Не болмаса осындай украшение жасау үшін шанышқымен миксердің насадкасында пайдалануға болады. Ол үшін бізге какао қажет болады. Дәл видеодағыдай әрбір басқан сайын какаоға малып отыруды ұмытпаңыздар. Сол кезде осындай әдемі узорлар түсетін болады. Достар, кешегі менің салған видео рецептінің астына танымал фуд-блогерлерден керемет, жақсы комментарийлар келіпті. Өте қатты қуанып отырмын. Сіздердің әрбір жазған комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан міндетті түрде, егер де осы видеоларым сіздерге ұнап жатқан болса, комментарий жазып, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Әрбір сіздердің жазған комментарийларыңызға жауап беруге тырысамын. Және де сіздерде басқа да оңай рецепттердің түрлері болса, комментарий бөліміне бөлісе кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің рецептеріңіз бойынша да жасап көруге тырысатын боламын. Мінекей біз миксердің насадкасымен осылай әдемі узорлар жасап шығардық. Енді барлық печеньеларымызды осылай пергамент қағазы төселген противенімізге қойып, алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Екінші қамырымызды да орташа көлемде жайып аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың қылдырмаймыз. Осындай мен пулунжер қолданып жатырмын. Осы пулунжермен әдемі гүлдің формасын шығарып аламыз.
артылған қамырын илеп қоямыз. Бізге келесі печеньенің формасын жасағанда қажет болады. Енді барлық печеньеларымызды осылай пергамент қағаз төселген противенімізге салып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Енді келесі печеньенің формасын дайындаймыз. Ол үшін осылай қамырымызды ұзынша формаға келтіріп қолымызбен осылай жайып аламыз. Енді қамырымызды кішкентай ұсақ бөліктерге бөлеміз. Бұл бізде бағанағы жайылған қамырлардан артылған қамырлар. Сол қамырлардан печенье дайындап бастаймыз. Барлығын осылай дөңгелетіп, арнайы форма жасап аламыз. Енді осылай дөңгелетіп, шарик тәрізді жасалған печеньеларымызды алдын ала пергамент қағазы төселген противенімізге салып, үстінен форма жасаймыз. Дәл осылай шанышқымен үстінен ақырындап басып шықсаңыздар, сіздерде шанышқының узорының суреті қалады. Дәл осылай жасап аласыздар. Келесі бөлігін мен осындай құмыраның қақпағымен осылай басып формасын шығарып алдым. Мен бұл жерде түйменің формасын жасап жатқан болатынмын, бірақ та қамырын сәл қалыңдау алып қойыппын. Осылай түйменің тесігін миксердің насаткасымен шығарып алдым. Енді день и ночь печеньесін дайындаймыз. Бағанағы қалған қамырларды біріктіріп қойған болатынбыз. Сол қамырды екіге бөліп, бір бөлігіне кішкене мөлшерде какаоны сеуіп, какао мен қамырымыз біріккенге дейін жақсылап илеп аламыз. Байқап отырсаңыздар, бір қамырдан көптеген мөлшердегі печенье дайындап жатырмын. Менде осы қамырдан 4 лист печенье шықты. Біздің какаомыз қамырымызға бірікті. Енді осылай қолымызбен жгут тәрізді шиыршықтап аламыз. Екінші қамырымызды да дәл солай қолымызбен шиыршықтап бірінші қамырға қосып, день и ночьтың суретін шығарамыз. Мінекей осылай ақырын қолымызбен біріктірсек, қамырымыз бір-біріне өзі жабысатын болады. Енді печеньеларымызды дәл осылай кішкене бөліктерге бөліп, кішкене формасын келтіріп, алдын ала пергамент қағазы төселген противенімізге салып, бірден пісіре береміз. Ешқандай қамырымызды дем алдырмаймыз. Дәл осы формасында алдын ала қызып тұрған пеште 160-170 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда дәл қазірден бастап каналға тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Себебі менің каналымда көптеген дәмді торттардың, пирогтардың, ыстық тағамдардың, салаттардың және дөп-дөңгелек болып шығатын лағманның қамырын дайындай алмай жүрген болсаңыздар, міндетті түрде менің каналыма өтіп қарап көріңіздер. Арнайы плейлистерге бөліп қойдым, сол жерден таба аласыздар. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ және де ең бастысы бюджетный үйдегі бар азық-түліктерден жасалынатын, құрамы таза, өзіңіздің үйіңізде жасаған дәм әрқашанда дәмді болады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызды, бала-шағаларыңызды тәтті дәммен қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрдайым мені қолдап, комментарий жазып қалдырып жүрген барша менің оқырмандарыма мың алғыс. Және де келесі видео рецепте менден қандай рецептер күтесіздер, міндетті түрде комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Баршаңызға рахмет. Пока-пока.